Hazır günde onun yerden ayrılan aytadi, o mektepti bitirip atqanda mektepte bizge de sınıf işlegi bermeli, erteң 10 yıldır 20 yıl bolganda özdерinin еңбектеринен istep, özdерinin uygulaştırууларымен uygulaштырасыңар деп. Мінекей қазір өтіп жатқан уақыт бір уақытта осындай жайларға келіп қаппыз, осындай уақытқа 20 жыл болып қапты. Ал енді бұның ішінде мынандай бір сәйкестікті айтқым келіп отыр. Сендердің туылған жылдарың 88 үлкен не дейді? Ерекше сан. Онан басқа жаңа сұрастырып, кешеден бері осыны естігеннен кейін сұрастырып жатырмын. Барлығымыз 37 жасқа келдік. Ал енді мен сендерді шығарып салатқан кезімде мен 37 жаста едім сол күнде. Мына ерекшелік бар. Ал енді тағы үлкен ерекшелік, мінекей 20 жылдық кездесу өткізіп отырмыз. Ал енді біздің мектеп бітіргеніміз 40 жыл екен. Сонымен сендермен барлығына сәйкестіктеріміз қараңдар. Тағдырымыз дейміз бе, өмірдегі сәйкестіктеріміз көрген бар. Ал енді барлық кезде келешектегі өмірде осындай ынтымақ бірліктерімен бұл мынау кісінің сөзін айтып кетейін, бірге қызметте жүріп, бірнеше елді аралап, бірнеше елмен дос тауып, бірнеше елмен жүріп келген азаматымыз айтып еді біздің жолдас боламын. Қанша елде болдым, қанша жолдастар аттым, бірақ осы бала кезімнен бірге өскен жолдастарға жетпейді екен. Мінекей сондай құрдастарсыңдар, сондай құрдастарымыз бар. Сондықтан осының қазіргі әсерін барлық уақытта бір-біріңді құрметтеп, бір-біріңді сыйлап, бір-біріңді іздеп, бір-біріңді сұрастырып отырғаның өзі үлкен мәлімет. Мен сендерді Құдай қаласа сондай ынтымақта болады деп сенемін. Ал енді бүгінгі кездесуге ынтымақтасып осындай үлкен дәрежеге жеткізіп отырғанына үлкен қуанып барлықтарыңа қалай деп айтамын, біз үшін ерекше жандарсыңдар. Барлықтарының қуаныштарына ата-аналарыммен бірдей қуанып отырамын. Сұрастырып отырамын, көрген жерде амандасып қуанып отырамын. Барлық уақытта өстіп қуантып жүріңдер, ата-аналарыңызға, отбасыларыңызға бақытты болыңдар. Енді ағайынның құрметіне әшейін жай ғана емес, бір айқайлап қол соғып қойсақ жарасады. Ал енді мына апайларына кезек. Ағай, отырмаңыз. Апайларды былай, енді жаста жолда, стажда неге қараймыз? Рахмет, сыйлап сөз бергендеріңіз үшін. Ассалаумағалейкум 88 жыл қыздары мен ұлдары. Әрдайым аман болыңдар, сау болыңдар, бала-шағалардың рахатын көріңдер. Сендерді көрген кезінде басқаша болады адам. Әр ұстаздың өзінің жүрегінің жылуында ғой. Көрген сайын көзімізге басқаша көрінесіздер. Кішкентай кездері көзімізге көрінесіздер. 20 жылда әжептәуір өсіп қапсыңдар. Құдай қаласа балдарым уже ер жетіп отқан шығар, қыздарым бой жетіп отқан шығар. Алла қаласа бір-екі жылда құда жекжатта болатын шығарсыңдар, әжеде боласыңдар. Сол күндерге жеткізе берсін. Балдарың иманды, ынсақты болып өсе берсін. Осыдан 10 жыл алдын кездесулесіп істеген еді. Біздің 88-ның балдары. Деп қайын. Сол кезде мен өзім үшін отырған едім. Егер шақыратын болатын болса, әрқайсының мектепте кішкентай суреттерін өткіземін. Сол істеп, мен бұлай апаға көрсетемін деген ой бар еді. Бірақ ол ой аспады, өтіп кетті. Енді 20 жыл өткеннен кейін ол суретті қалмайды екен. Себебі менің үйімде жаңағы келіндер пайда болды дегендей, бала-шаға өсті дегендей, ол суреттерді қайда кеткенін білмеймін қазір. Жинақша көріп келгенмін. Соның үшін сақтаса болады, бірақ мида оғым бар бұл. Ал мен сендерден бірінші кешірім сұрайын деп отырмын. Мені өтіп болса кешіріңдер. Апаларым жас болған екен, ұрыстық, ұрдық дегендей. Жаңағы қай жерге баратын болса да, апай сіз мені ұрған едіңіз ғой дейді. Иә, мен сендерді ұрдым. Мен сендерді машышек деп ұрдым. Мен сендерді шымшек деп ұрдым. Мен сендерді арақшы деп ұрдым. Бірақ өкінбеймін ұрғанға. Себебі сендердің білім алсын деп. Ешкімнен кем болмасын. Менің балдарым әрдайым алда болсын. Жұрттарым азамат болсын деп ұрдым. Сөйтіп өткенде бір негде
кездесуде сөйтіп айтады. Айдақтар. Апай, сіз мені ұрдыңыз ғой дейді. Кешір мен дедім. Апай, сіз мені ұрдыңыз ғой дейді. Кешір дедім. Кейін айттым, сөйтіп қоймайды олар. Мен де қоймаймын, ол да қоймайды. Ақырында классастарым естіп кеттім. Апай, кешіріңізші, бұл сәл мас бақты ғой дейді. Неге мас болса да әркім өз ойын асын айтады, дұрыс па? Мен қаталдығымызда болдым, қаталдық себеп сондай заман болды. Өйтпесем болмайды. Мен өзім балдарымның алдында болған жақсы көретін едім. Айтушы едім, сендер естіңді ме? Мына баста болатын болса, ертең шөбішке сол ішеді. Сорпа. Естіңді ме? Сорпа ішетін болсаңдар, ішіне не салса, ертең сен алатын кезінде сол ілдет деген. Ет жатсаң, ет ілмеді, макарон салсаң, макарон ілмеді, қазы салсаң, қазы ілмеді дегендей. Соның барлық сен өздерінің жемістерің. Сендер маған ешқайсыңды сол көз айттым, сендер маған ешқайсы әкеп бермейсіңдер. Өздерің бала-шағаларыңа, ата-аналарыңа апарасыңдар. Құдайға мың апара шүкір, ешқайсы жаман емессіңдер. Барлықтарың қолдарыңнан келеді, барлығын кәсіпкер болыңдар, маман иелері болыңдар. Мұның алдарың уже ұйыстар сабақ бере бастыңдар. Аллахыма мың апара шүкір. Мен мақтанамын, не ғой жерде мақтанамын. Менің оқушыларым жақсы, өте жақсы деп. Неге мақтанбайды? Себебі барлық белестерді көріп тұр. Бала-шағаларың сендердің рахаттарын көрсін. Бала-шағаларың жақсы тәрбиетіне келетін сендерді солай жақсы қарсы алады. Барлық аман сау болыңдар, өмірлерің ұзақ болсын, аспанымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, осындай 40 жылдық деген кезінде жаңа айтып жатады, тағы кездесейік деп та, елестетіп көрдім, қазір қандай болады? Қазір 65-те, қандай болады? Аллахым жеткізсе, жеткізер соны. Жалғыз болып Аллаға байланыстырады. Рахмет сендерге, қыздарым, балдарым, келіндерім, көрген жерінде апай деп жаңа сыйлап жүргендерге рахмет. Не дейміз тағы да? Өмірлерің ұзақ болсын, балалардың рахатын көріңдер. Солар үшін өмір сүріп жатсаңыз бармыз, балдар үшін. Рахмет сендерге. Енді көшіп болыңыз. Мен апайға риза болғаным, тілегін айтып, папаге арасында ұрғандарына кешірім сұрап кетіп. Бірақ дұрыс, сенің баяғыныңнан ұстаздары ұрған, айтқан істемеген кезде. Қазір көріңізші. Дұрыс па? Бірақ жаман бол деп ұрыспайды, жақсы бол деп ұрысады ғой. Аман болсын, бар болсын. Дүние тұрған шатырыңызда. Ұстаздар, әрине, сіздер тәлім тәрбие берген екенсіздер, мына жігіттер, қыздар дәл осылай ынтымақты болып жарасып тұр. Шыны керек, бұл сіздер тәрбиелеріңіздің арқасы. Енді бастаушы класс апайлары. Қыздар, кімнің сабақ көп екен? Кеш жарық, құрметті оқушылар, сендер біз үшін оқушыларсыңдар. Мен әзір байқауымша көбісін танымай тұрмын. Мен оқыған оқушылар қол көтерсінші. Сабақ өткенде қаққан. 1, 2, 3, 4 қыз ғана оқыған. Сонда? Сен ат? Кім? Бұрын 2 деп қойшы едігі, қазір бал деген шықпай бал. Сендерді көріп қуанып тұрмын, өте тамаша. Біздің көз алдымызда тек қана кішкене сәби кездерін ғана көз алдымызда. Мен ана Дананы жақсы келетін. Дана үнемі кешікті бетін сабақ. Біздің сынып өзі кіретін жердегі ғой, есігі бар. Ешкім қынар айтады, бір сыныптар мені алар. Мынау бірліктерің жарасып, әрдайым осы Қазақстанның ең үлкен азаматтарының бірі болыңдар. Әлде де шанс бар. Биіктерге самғандар. Бірліктерің жарасып, сіз біздерің үнемі жарасып жүрсін. Мынау қосқан қосақтарымен өмірлерінің ақырғы деміне шейін бірге болыңдар. Мынау ұрпақтарыңды текті, ақылды, білімді етіп өсіріңдер.
Енді біз ұрған ұрмағанымыз есімізде жоқ. Енді ұрсақ жаман болды деп ұрмаған шығармыз енді. Ұруды еске алмаңдар. Әріпті үйреткенді оңай емес екенін біліп алыңдар. Биіктерге самғаңдар. Әрдайым денсаулықтарың мықты болып, 20 жылдық, 40 жылдық өткізе беріңдер. Егер амандық болса, бірлесіп шақыра беріңдер. Біз жаймен кетеміз, ұрыспаймыз бірақ. Енді осыға шамамыз жоқ. Қуаныштымын. Тойлар құтты болсын, әрдайым жақсылықтар мол болсын. Ал құрметті 88 қыздары, бүгінгі 20 жылдық кездесу мерекелері құтты болсын. Денлеріңіз сау болсын, жастарыңыз ұзақ болсын. Мына Құдай қосқандарымен бақытты болыңдар. Мына өсіріп отырған ұлдарың, қыздарыңды рахатын көріңдер, биіктерде көріне беріңдер. Тек қана сендерге жақсылық тілеймін. Барлықтарың бақытты болыңдар. Herkes aklını dinle. Cansel